Мен кезекшілікте болғам. Түскі сағат 1-дің кезінде 102 мен не түсті, шұғыл қоңырау түсті. Петрова 23/1-де газдың иісімен бүкіл подъезді ауланы алып жатыр деп. Сосын ол газдың тарауы неден пайда болғанын барлығын бақылап, 117-ші пәтер тұғын есігін қаққан кезде ешкім ашпағандықтан пожарный эвакуация жасайтын газовый службаларды шақырдым. Олар келем дегенше адамдарға айттым, далаға шығыңыздар, үйіңізде отырмаңыздар, газдың иісі тарап жатыр деп. Үйдің артына қарай өтіп, подъездегі темір решеткаларын жительдер көмектесті, тұрғындар темірін көтеріп, терезесін аштық. Қатты газдың иісі бұрқырап шықты сыртқа қарай. Ішіне кіре алмағандықтан мен дереу патрульный полиция келген кезде солардың противогазын бетіме киіп, кірген кезде залдың бөлмесінде кроваттың үстінде қыз жатты. Сол жасөспірім қыздың көтердім де далаға алып шықтым. Себебі аузы көпіршіп, қатты уланып атқаны белгілі болды. Орындыққа жатқызып, бірінші медициналық көмегін көрсеттім. Осы жасаған іс-әрекетімді Қазақстан азаматы және де полиция қызметінің борышы деп ойлаймын. Өйткені біз ойламаймыз ғой, ол істеген ісіміз дұрыс па, дұрыс емес па, бірінші адамға көмек көрсету.